Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін жаңа жылдық дастарханға керемет салат жасаудың рецептісімен сізбен бөліскім келіп отыр. Өте дәмді, әдемі болып шығады, дастарханның сәнін келтіреді. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осылай міндетті түрде жасап көріңіз. Өте дәмді болып шығады. Каналыма тіркеліп, егер видеом ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып қойыңыз. Бұл салатты дайындау үшін маған тауықтың еті, картоп, сәбіз, жұмыртқа, 2 дана киви, 1 дана анар, яғни гранат, сосын майонез қажет. Тауықтың етін, картопты, сәбіз, жұмыртқа бәрін мен алдын ала пісіріп, дайындап алдым. Енді тауықтың етін осылай майдалап турап, картопты, сәбізді, жұмыртқаны ағын бір бөлек, сарысын бір бөлек, үкіштің майда жағынан өткізіп алдым. Енді салатымды жинайтын боламын. Тауықтың етін осы ыдысқа салып, үстіне майонез қосып, жақсылап араластырамын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Енді тарелкаға осылай салып, өзіме керекті ұнаған формаға келтіремін. Мен елканың формасын жасадым. Алда келе жатқан жаңа жылға орай осы салатты жасап дастарханға қойсаңыз болады. Тауықтың етінің үстіне сәбізді, оның үстіне майонез, үстіне картоп. Осылай кезек-кезегімен бәрін салып, слой сайын майонез. Оның үстіне жұмыртқаның сарысын. Осы салатты жасап көріңіз. Сіздің дастарханыңыздың сәнін келтірері сөзсіз. Енді жұмыртқаның ағын және жұмыртқаның ағын салып болған соң, жаңағы сәбіз, картоп қайтадан қайталап, сәбізді саламын. Үстіне картопты, оның үстіне жұмыртқаның сарысын, жұмыртқаның ағын. Мінеке, енді салатымды осылай сыртын сәндейтін боламын кивимен. Міндетті түрде осылай жасап көріңіз, өте дәмді болып шығады. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Семьяңызға құт береке алып келсін келе жатқан жыл. Видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, каналыма тіркелгеніңіз үшін сізге көп рахмет. Арнамда келесі кездескенше аман сау болыңыз. Асыңыз дәмді болсын. Келе жатқан жаңа жылыңыз құтты болсын. Өте керемет дәмді салат. Асыңыз дәмді болсын. Сау саламатта болыңыз.